Сәлеметсіз бе, құрметті қыз-келіншектер? Бүгін мен сіздерге ақ розаны, яғни көлемді розаны тез жасау жолын, әрі әдемі болып шығу жолын көрсетемін. Ол үшін мастикамызды осылай бөлек-бөлек домалақтап алдым. И бізге керегі қазақ целлофан пакет и қасық. Мен көбіне қасықпен жайып істегенді жақсы көремін. Өйткені гүліміз көлемді әрі әдемі болып шығады. Осы домалақтаған мастикамызды осы целлофанның ішіне саламыз да, осы қасығымызбенен үсті жағын жұқарақ қылып, асты жағын сәл қалыңдауымыз. Осылай домалақтап жайып шығамыз. Осылай үсті жағы сәл жұқарақ, асты қалыңырақ болып келеді. Сол кезде жаңағы гүліміз, розамыз әдемі көлемді болып шығады. Асты сәл қалың, үсті жағы жұқарақ болып келеді. Мінекей енді пакетімізді алып тастаймыз салатамызды. И біз кішкене ғана ақ мастикамыздан бутондарымызды ендіп аламыз. Бутонды осылай ұштап, енді бұның үстіне ең кіші жайылған мастикамызды осылай ораймыз. Осылай жаңағы қасықпенен жайып шыққан мастикамызды орап шығамыз. Бұл жерде 10-11 штук домалақтанған, жайылған лепесток дейміз ба, сондай гүлдеріміздің лепестоктары. Іш жақтарына сәл кішірек жайылғандары кетеді. Осылай кішкене ашыңқырап қоямыз. Гүліміз көлемді әрі әдемі болып шығу үшін. Осылай. Осылай. Тағы да жабыстыруымызға болады. Ашылып тұрған роза гүліміз. Тағы да осылай ұстамыз. Сәл ашамыз. Осыменен бізге жеткілікті болып қалады деймін. Мына енді осы жабыстырған әрбір лепестоктарды осылай сәл ұшын жайып шығамыз. Міне біздің көлемді әрі ашылып тұрған роза гүліміз дайын. Бұның асты жағын қайшымызбен кесіп тастаймыз. Керек емес жері, қажеті жоқ жерін тастаймыз. Міне осылай гүлдеріміз дайын. Ашылып тұрған әрі көлемді роза гүліміз. Егер де сізге осы жасаған өнімдерім сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.